Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіз. Сымбатпен бірге сымбатты болуға дайынсыз ба? Ондайше менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетсеңіз қуанып қалар едім. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, мені қолдап қойыңыз. Мен сіздерге бүгін көкіректі көтеретін және көкіректі жоғары көтеретін және мына жердегі бұлшықеттердің майын кетіретін мықты жаттығуларды көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ендеше бастайық.
анықтамалары ол біздің мына білегіңіздегі салбырап кеткен бұлшық етті жинап тығыздауға арналады. Көп біздің қыз келіншектердің бір толып, бір азған кезде мына жеріндегі бұлшық еттер төмен қарай салбырап кететін кездер болады. Соны немесе тым семіріп, үлкейіп кететін жағдай болады. Соны тарту мақсатында жасалатын жаттығу.
саусақтарымыз, қолымыз, білегіміз сүйріктей болып, және мына жердегі фалангалар жуандап кетпес үшін жасалатын жаттығулар және массаждар. Мұқият болыңыздар, менімен бірге соңына дейін жасауға кеңес беремін.
тек қана қолымыздың әсемдігі үшін емес, мынау саусақтың басындағы нүктелерді қозғалту барысында, оларды уқалау барысында сіз миыңызды жаттықтырасыз, яғни миыңыздың бір бөлігін жұмыс істете бастайсыз. Сіздің есте сақтауыңыз, ойлау қабілетіңіз, зейініңіз жақсарып, сізге миыңыз жақсы қызмет жасайтын болады. Осы жаттығуларды сіздерге көмегін тиеді деген үміттемін. Жасап көріңіздер, нәтижесімен бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда жасадыңыз ба, жасамадыңыз ба, соны жаза кетіңіз. Құр қарап отырмай, менімен бірге қайталап жасасаңыз, нәтижесі болады. Сіздерге алғысым шексіз. Менің каналымды қолдап жіберіңіздер. Сау болыңыздар, әдемі болып жүріңіздер, өздеріңізді күтіңіздер.